Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте оңай әрі дәмді алма қосылған бәліш жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, шекер, май, сүт, алма, ұн және қопсытқыш қажет болады. Ең бірінші майымыз бен сүтімізді ыдысқа салып, отқа қойып ерітіп аламыз. Басқа ыдысқа жұмыртқамыз бен қантымызды салып, массамыз ағарғанша 2-3 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Массамызға ерітілген сүтіміз бен майымызды құямыз және ұнымыз бен қопсытқышымызды електен өткізіп, массамызға қосамыз. Миксеріміздің төменгі жылдамдығымен барлық массамызды жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Қамырымыз осындай қоюлықта шығуы керек. Енді алмамызды жуып, тазалап, осылай ұзынша етіп турап аламыз. Немесе төрт бұрышты етіп турап, массамызға араластырып қоссаңыздар да болады. Қамырымызды пергамент қағазы төселген формамызға құямыз. Құйған қамырымызды тегістеп аламыз және туралған алмаларды дәл видеода көрсетілгендей бетіне тізіп шығамыз. 180 градус алдын ала қызған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Піскен пирогымызды толықтай суытып, суыған пирогымыздың үстін қант ұнтағымен әрлейтін боламыз. Алма қосылған бәлішіміз өте дәмді шықты, әрі көріп тұрғандарыңыздай өте оңай дайындалады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер және пікір бөлісіп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Саяна, астарыңыз дәмді болсын.